Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша каналды қолдап қойыңыздар. Егер каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен әсіп дайындаймыз. Ең алдымен бізге бауыр, жүрек, бөтеке және де майки қажет болады. Мен күрішті алдын ала шала пісіріп алдым. Тек суға бір қайнатып аласыздар. Және де сәбіз, пияз, сарымсақ қажет болады. Қажетінше тұз, бұрыш. Барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз, кезекпе-кезек. Татымына қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Және де күрішімізді салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей мен ішектердің барлығын алдын ала тұзды сумен жуып тазалап алдым. Осылай ішектің басына баклажканың басын кесіп алып, видеодағыдай жасадым. Осы әдіспен өте ыңғайлы болады. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Мен әсіпті екі түрде жасадым. Біреу осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай сосиска ретінде. Екіншісін көлемі жағынан ұзындау қылып жасадым. Егер де сосиска ретінде жасасаңыздар, холодный ассортиге қоюға өте ыңғайлы болады. Барынша жіппен қаттырақ байлаймыз, себебі әсіптеріміз пісірген кезде ашылып кетуі мүмкін. Мен сіздерге проба ретінде біреуін пісіріп көруді шештім. Осылай ыссы суға салғаннан кейін инемен әр жеріне тесіп жібереміз. Тесіп ауасын шығармасаңыздар, ішектеріңіз жарылып кетеді. Бетінің көбігін алып, 1 сағат қайнатамыз. Майды көбірек салыңыздар. Майды көбірек салсаңыздар, әсіптеріңіз құрғақ болып шықпайды. Менде өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей мен осылай бос қылып жасадым, себебі піскен кезде жарылып кетпес үшін.